Өңірімізде бұқаралық спорттың дамуына өлшеусіз үлес қосып, өзіндік еңбегі мен жігерінің арқасында еліміздің атын әлемге танытып жүрген жас спортшы өрендеріміз қаншама. Ал олардың осы деңгейге лайықты болуына, жаттығу жасап, білігін шыңдауына арналған спорт мектептері талапқа сай ма? Құрал жабдықтармен толық қамтылған ба? Осы төңірегіндегі сұрақтар халық қалаулыларының күн тәртібіндегі мәселесіне айналып отыр. Қалалық мәслихат депутаттары арнайы бақ өкілдерімен бірге спорттық нысандардың жай-күйімен танысуға бет алды. Алдымен Қажымұқан Мұңайтпасұлы атындағы спорт клубына келіп орнықты. Аталған спорт клубы тұрғын үйдің бірінші қабатында орналасқан, жалпы ауданы 430 шаршы метрді құрайтын бұл нысанда спорттың 13 түрінен 1156 бала жаттығуда. Іші тар, халықаралық талапқа сәйкес спортшылар үшін қажетті материалдар қарастырылса, киім ауыстыру, жуыну бөлмесі секілді жағдайлар жасалса дейді спорт клуб директоры. Барлық мән-жайды көзбен көрген халық қалаулылары балаларға болашақта еліміздің көк туын көкте желбіретер. Жеңімпаздар үшін қажетті құрал жабдықтар талапқа сәйкес спорт алаңы жасалу керек деп тілдесті. Қалалық бұқаралық спорттың дамуына алаңдаған халық қалаулылары келесі Түркістан көшесі номер 32-ші мекен-жайда орналасқан мына зәулім Ерсұлтан сауықтыру спорт кешеніне ат басын бұрды. 2018 жылы салынған бұл нысанда 3 спорт түрінен 396-ға жуық спортшы шеберлігін шыңдауда. Мұнда спортшылар үшін барлық жағдай жасалған, кең әрі ыңғайлы. Алғашында қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімімен жалға алу түрінде пайдалануға берілген болатын. Ал осы жылдың қыркүйек айынан бастап облыстық спорт басқармасы арқылы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында ақысыз негізде үйірмелер жұмыс жасап жатыр. Комиссия мүшелері екі нысанның айырмашылығын көзбен көріп, бұл мәселе аяқсыз қалмау керек десті. Мұнан соң қалалық мәслихат ғимаратында бүгінгі аралау жұмыстарының қорытындысын шығару үшін бұқаралық спортты дамытудың алғашқы шарттарының бірі ғимарат екендігін көрген құқық қорғау және әлеуметтік қолдау, жастар мәселелері жөніндегі тұрақты комиссия мүшелері дөңгелек үстелге жайғасты. Барлық ауылдық округ әкімдері қатысқан бұл отырыста сала басшылары баяндама жасады. Сәйкесінше сұрақтар қойылып, ұсыныстар айтылды. Салауатты өмір салтын қалыптастыру, зиянды әдет, құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын алу мақсатында жасөспірімдерді спортқа баулу тиімді құралдардың бірі. Алданазар Нағмет, Айдос Исаев, Серікбол Жылдырбаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.